Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 46-шы сабақ сұраулы сөйлем. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сұраулы сөйлем. Біз бұл тақырыптан сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз. 37-ші жаттығу. Мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы. Дастан сабақта отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен "Мені шақырған кім?" деп айғайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын иіп, жемісін ұсынды. Мәтін не туралы? Оның негізгі ойы неде? Мәтін дастан туралы. Оның ішкі көңіл күйін айналадағы тірі табиғат арқылы бізге пайымдап тұр. Қарамен жазылған сөйлемді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Оның қандай сөйлем екенін айт. Мені шақырған кім? Бұл бізде сұраулы сөйлем. Себебі сөйлемнің соңында сұрау белгісі тұр. Келесі 38-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып сурет салуға кірісті. Кенет осындай кемпірқосақ бола ма екен деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сөйлесі түсіп тұр екен. Амансың ба балақай? Бұл менмін, күн сөйлесімін, сенмен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгісіне назар аудар. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдер. Осындай кемпірқосақ бола ма екен? Амансың ба балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Бұл сөйлемдер бізде сұраулы сөйлемдер болып табылады. Себебі сұраулы сөйлемдердің соңына сұрау белгісі қойылады. Енді осы сұраулы сөйлемдерді дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі бізге берілген ережені мұқият оқып, есте сақтап, жаттап аламыз. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім?
Келесі 39-шы жаттығу. Төмендегі сұрақтар бойынша порталасымен диалог құрастыр. Бізге берілген сұрақтар: бірінші, нешінші сыныпта оқисың? Екінші, сабақтарың сағат нешеде басталады? Үшінші, сабақтан кейін не істейсің? Енді осы сұрақтармен диалог құрастырып көрейік. Бірінші, нешінші сыныпта оқисың? Екінші сыныпта оқимын. Сабақтарың сағат нешеде басталады? Біздің сабағымыз таңғы сағат 8-де басталады. Сабақтан кейін не істейсің? Сабақтан кейін теннис үйірмесіне барамын. Сіздер өз ойларыңызбен өзгертіп жазуларыңызға болады. Келесі 40-шы жаттығу. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Бізге берілген хабарлы сөйлемдер: Толқын кітапханадан кітап алды. Ол көп оқиды. Әжесіне ертегі оқып береді. Енді осы хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жазайық. Бірінші, Толқын кітапханадан кітап алды ма? Екінші, ол көп оқиды ма? Үшінші, әжесіне кітап оқып береді ме? Дәптерімізге әдемілеп қатесіз жазып аламыз. Келесі 41-шы жаттығу. Суреттер бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Суреттерге қарап, суретте бізге берілген ұл қыздарға ат қойсақ, және де мен қойған аттар ұнамаса, өздеріңіз қалаған атқа өзгертіп жазуларыңызға болады. Ал енді суреттегі балалардың іс-әрекетіне қарай сұрақтар қояйық. Бірінші, Мұрат не істеп отыр? Екінші, Жандос қандай бала? Үшінші, Сәния озат оқушы ма? Төртінші, Көркем қай аспапта ойнай алады? Бесінші, Сұлтан қай спорт түріне қатысады? Алтыншы, Қасиет пен Жаннұр қайда отыр?